Сәлем әріптес, сәлем дос. Бүгін бізде үзіліс жобасы. Үзіліс жобасында біз перифраз тақырыбында сөйлесетін боламыз. Өздеріңіз білесіздер, қазақ тілі пәнінің 8-ші сыныбында сөйлемдерді перифраздау, сөздерге перифраз тәсілімен сұрақтар қою сынды оқу мақсаттары бар. Сондай-ақ эссенің бірінші тақырыбын перифраздап қолданыңыз деген сияқты, эссе жұмысын жазуда перифраз терминімен жиі кездесеміз. Сонымен перифраз дегеніміз не? Перифраз бұл сөздерді басқа мағынасында қолдану деген ұғымды білдіреді. Перифразды жасаудың қазіргі таңда көптеген тәсілдері бар. Алайда біз сіздермен бүгін соның танымал түрлерімен танысатын боламыз. Ең алдымен перифраз жасаудың тәсілі ол синонимдермен алмастыру. Өздеріңізге белгілі, қазақ тілі сөзге бай халық. Олай болса, бір сөздің бірнеше синонимін кездестіруге болады. Мәселен, бір дидар деген сөздің өң, түс, келбет деген, жүз деген сияқты бірнеше синонимдері бар. Алайда, синонимдерді қолдану кезінде олардың лексикалық қолданысына аса мән берген жөн. Мәселен, мына қыздың келбеті сондай сүйкімді деген кезде, келбеті деген сөзді жүзі деген сөзбен синонимдеуге болады. Өздеріңізге белгілі синонимдер сөздігін біз Лұғат KZ сайтынан бірнеше сөзге синонимдерді таба аламыз. Осы сайтты қосымша ақпарат ретінде пайдалансаңыздар болады. Перифраз жасаудың екінші тәсілі ол бізде метафоралау. Метафора қазақ әдебиетіндегі көркемдегіш құралдардың бірі. Метафора дегеніміз ол да сөзді басқа сөзбен алмастыру деген мағынаны білдіреді. Мәселен, көбелек деген сөзді метафоралайтын болсақ, даланың ұшатын гүлі деген сияқты, немесе мұнай деген сөзді қара алтын деген сөзбен, басқа да сөзбен алмастырып қолдануға болады. Яғни метафоралау тәсілі арқылы қолданылған сөйлемдегі сөзіңізде ол да перифразға жатады. Перифраз жасаудың үшінші тәсілі ол сөздердің орын тәртібін ауыстыру. Мәселен, мұғалім асыл мамандық дейтін болсақ, қазіргі таңда ғажап мамандықтардың бірі мұғалімдік екендігіне күмән жоқ деген сияқты басында тұрған мұғалім сөзін біз сөздің, сөйлемнің соңына ауыстырдық. Бұл сөздердің орын тәртібін ауыстыру арқылы перифраздауға болады. Сондай-ақ перифраздаудың тағы бір тәсілі ол сандарды басқаша форматта қолдану. Мәселен, қазіргі таңда халықтың 1/3 бөлігі сауатты дейтін болсақ, онда біз оны перифраздаған кезде қазіргі таңда халықтың 30% сауатты деп перифраз жасауға болады. Жалпы перифраздау бұл біздің сөздік қорымызды көрсетеді. Сондай-ақ сөйлемдерді жаттанды мағынада қолдануда емес, басқаша түрде пайдалануға мүмкіндік береді. Міне, бүгін перифраз туралы осындай ақпараттармен бөлістім. Егер сіздерде бір талап, ұсыныс тілектер болса, олай болса, пікір қалдыра отырыңыздар. Кездескенше сау болыңыздар.